жалғасып келе жатқан бесікке бөлу рәсімін жасаймыз. Дана халқымыз бесігі жоқ үйде береке жоқ деп тектен-текке айтпаған. Осы жаңадан келетін сәбиді сол кезде асыға күтетін болған. Бүкіл ауылдың адам үлкен қарияларынан бастап кішкентай балаға дейін сол сәбиді күтетін болған. Бесікті сол үйге тұңғыш баласы дүниеге келген кезде бесікті ең нағашы жұрты әкелетін болған. Енді осы бесікке бөлердің алдында бесікті ең бірінші ыстық суға жуып, қарлықтырып алады екен. Одан кейін көсеуді отқа қыздырып, мына жеріне белгі қояды екен. Сол белгі бойынша сол бесікке дөп-дөзір жатсын деп, аяғы сымбатты дүзу болсын деп, ең бірінші аяғын байлайтын болған екен. Құс өздерінің бұл балаға құс төсекті жылы, жұмсақ көрпеден жасайтын болған. Өстіп аяғын орайтын болған. Одан кейін өз қолынан өзі шошымасын деп, қолын орайтын болған. Қолын өстіп байлап қоятын болған. Енді өстіп баламызды, бала тыныш, ұйқысы тыныш болса, анасына да жақсы болатын болған. Себебі бала тыныш ұйықтап жатқан кезде анасы да көп өзінің жұмыстарын істеп алатын болған. Ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем,